видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Екінші ойында алматылық команда 6-0 есебімен тасталған еді. Қазір шабуылда Атырау футболшылары есеп 1-0. Рамазан Бейсенбайұлы бүгінгі кездесудегі қола медальға таластағы алғашқы голды тоғытты. Ойынның 8-ші минутында Атырау футболшылары осылайша алға шықты. Бейсенбайұлы қараусыз қалып қойды. Өзі қалған мұны Джоната Силва жақсы көрді, байқады, пасты да дер кезінде берді. Көлбаев бар, Чураско бар, қорғанысқа Серік Омбаев трибунадан ойынды тамашалап тұр. Әзірше оның командасы жеңіліп жатыр. Альберт Ақбалықов қысқа трансфер кезеңінде Ақтөбеге ауысқан футболшы таразы басын теңестірді. Есеп 1-1. Атыраудың алда тұруы ұзаққа созылған жоқ. Альберт Ақбалықов дәл осы қоныс спорт кешенінде талай ойнап, жұлдызға айналып қайратқа ауысқан Альберт қыста Ақтөбеге өзінің туған қаласына, туған клубына оралды да міне осындай маңызды матчта көзге түсіп отыр. Серік Оңбаев та трибунадан болса да барынша нұсқау беріп үлгеріп жатыр. Ал Альберт Ақбалықов өз стилінде голден тепті, бірақ қиыс кетті. Бұрыштамадан кейін Ақтөбенің шабуылы жалғасып жатыр. Асхат Көлбаев топты сақтап қала алған жоқ. Амандығұлы қателесті. Асхат Көлбаев, есеп 2-1. Ақтөбе алға шықты. Атыраудың басымдығы ұзаққа созыла қойған жоқ. Ақтөбе футзал клубының аңыздарының бірі саналатын Асхат Көлбаев осылайша есепті 2-1 қылды. Лео Соузаны тамаша алдап шықты. Алы Жақсылық Байсариевке қазір бір өзгеріс жасау қажет, себебі есепті 1-0 қылғаннан кейін команда бір босаңсып қалғандай көрінеді. Бұл жерде Көлбаев енді бәрін керемет орындады. Соузаны алдауы да тамаша шықты және қақпаға соққы! Гол! Есеп 3-1. Нұрбек Қарағұлов күтпеген жерден соққы жасап, допты Лео Соузаның қақпасында дулатты. Жақын тоғыздықты, жақын бұрышты дәл көздеген, доп ешкімге жолай тиіп кетпеген секілді. Бір жағынан Лео 5-ші шешуші ойын Ақтөбенің пайдасына аяқталған болатын. Қазір Атырау есеп айырмасын қысқартты. Бейсенбайұлы 2-3 қылды. Демек, ойында интригалы сақтаулы. Дубль Рамазан Бейсенбайұлы осы маусымдағы кезек теңестіріп кетсе, жеңісі жұлып әкетсе, бүгінгі кездесудің үздігі болатыны сөзсіз. Егор Нулет соққы! Гол! Мәссаған Лео Соуза! Лео қателесті. Есеп 4-2. Ақтөбе қайтадан 2 ұпай айырмашылығымен алға шығып отыр. Егор Нулет бұл жерде қақпашыға ыңғайлы, бағытта ыңғайлы биіктікте соққы жасағандай көрінген, бірақ Леонардо Соуза өте сәтсіз ойнады. Альберт Ақбалықовтан пас алды. Бұл жерде Бейсенбайұлының аяғына тиіп кетті. Рикошет. Бұл қақпашының реакция көрсетуіне кедергісін келтірді. Аяғы мен қолының арасынан жалап өтіп, қақпаға көмпет сай алмады. Алисон бірден соққы керек және гол! 3-4 есеп. 1 минут 22 секунд қалды матчтың соңына дейін. 5 ойыншы ақыры жемісін берді. Жойқын соққы. Қанат Жеткірбаев қолын созып та үлгермеді. Есеп осылайша 3-4. Тіпті бағанаға тиіп барып Жеткірбаевқа